Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше самса жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеороликті соңына дейін қарап, каналға қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызға тұзымызды және қопсытқышымызды және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, біріктіріп, крошка етіп үгітіп аламыз. Одан соң қаймағымызды және бір дана жұмыртқамызды салып, орташа тығыздықтағы қамыр илеп аламыз. Қамырымыз кемінде 1 сағаттай тоңазытқышта тұру қажет. Қамырымыз демалып жатқанда салмасын жасайтын боламыз. Салмасына мен тауықтың төс етін, картоп, жуа, тұз, зира, паприка, қара бұрыш және сұйық май пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Самсаға арналған салмамыз дайын. Дайын болған қамырымызды бір кергетіп бөлшектерге бөлетін боламыз. Бөлшектенген қамырымызды алып, жайып, ішіне салмамызды салып, дәл видеодағыдай өріп шығамыз. Кірпіш шешенің, яғни ежіктің тікендерін дәл видеодағыдай қайшының көмегімен қиып шығамыз. Дайын болған самсаларымызға жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын, өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Дина, назарларыңызға рахмет.